баян аяламын. Қарлығаш пен Дәуіт ертегісін сіздерге айтып беремін. Көктем кентінде қарлығаш ағаштың басына ұя салыпты. Ұяның ішіне балапандарын өсіріпті. Көктемде қарлығаш ағаштың үстіне ұя салыпты. Ұяға балапандарын өсіріпті. Анасы азық әкелуге кеткен кезде балапандары күтіп тұрады. Bir күні қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп бара жатқан. Бұны көрген қарлығаш шошып көкекке барады. Көкектен көмек сұрайды. Көкек, сенің көмегің керек. Мен балапандарымды жылан жейін деп жатыр. Көмектесші. Көкек, мен балапандарымды жылан жейін деп жатыр. Көмектесші. Бүркіт мені қонаққа шақырды. Уақытым жоқ. Қарлығаш ұшып қарғаға керек. Қарғажан, сенің маған көмегің керек. Балапандарымды жылан жейін деп жатыр. Қарға, менің уақытым жоқ дейді. Қарлығаш не істерін білмей Дәуітке келеді. Дәуіт, сен менің көмегім керек. Мен балапандарымды жылан жейін деп жатыр. Көмектесші. Олай болса, кетік ұяна апар тезірек. Ұяға келсе, балапандарды жылан жейін деп жатыр. Сол кезде Дәуіт жыланның көзін ойып алыпты. Жылан жерге құлап түсіп, Дәуіт пен қарлығаш екеуі дос болыпты.